Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен пісіруді қажет етпейтін, өте оңай дайындалатын, көп уақытыңызды алмайтын, өте қолжетімді, нәзік торттың рецептімен бөлісемін. Қараңыздар, қандай нәзік болып, өте керемет болып үгітіліп тұр. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сарымай не болмаса маргаринді осылай ұнға малып отырып, үкіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Біздегі крошка өте жақсы шығу үшін осылай маргаринімізді ұнға малып отырып, міндетті түрде теркадан өткізіп алыңыздар. Сонда крошкаларымыз өте әдемі шығатын болады. Біздегі сарымай өте мұздай болу керек және бөлме температурасындағы сарымай бізге жарамайды, себебі ол еріп, біздегі крошкалар дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Міне барлығын өткізіп алдық. Енді қолымыздың көмегімен араластырып, жақсылап үгіте отырып, крошка жасап аламыз. Бұл торт өте оңай жасалады. Жасалуы мүлдем қиын емес және де қолжетімді заттармен жасалады. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен алдын ала өлшеп болған қантымызды салып, бұны да жақсылап осылай араластырып аламыз. Бізде дәл осындай масса пайда болады. Енді кезекте алдын ала қыстырып қойған табамыздың үстінен осы ұнтағымызды 2 немесе 3 бөлікке салып, қызартып пісіріп алатын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз, себебі бізде табаның көлемі кішкентай болғаны үшін 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жақсылап қызарғанға дейін қуырып аламыз. Міне қараңыздар, бізде осындай түсі әдемі болып сарғайып келе жатыр. Осылай қасықтың немесе кондитерлік лопатканың көмегімен араластыра отырып пісіретін боламыз. Міндетті түрде үздіксіз араластырып отырамыз. Арасындағы осылай үлкен-үлкен түйелерді қасығымыздың көмегімен езіп ұсатып аламыз. Осымен біздің қожымыз дайын. Енді келесі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Біз бұл тортқа заварной крем дайындаймыз. Қантымыздың үстінен жұмыртқамызды салып, үйіншігімізбен екеуі бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Аппақ болғанға дейін араластырудың қажеті жоқ. Ең бастысы екеуі бір келкі массаға келсе болды. Бізге сол жеткілікті болады. Келесі кезекте лимон цедрасын, яғни лимонның қабығын майда етіп турап саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта газге сүтімізді қоямыз. Бізге шикі сүт қажет болады. Сүтті пісірмейміз, кішкене ғана ысытамыз. Және араластырып болғаннан соң керекті мөлшерде ұнымызды салып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай қою масса пайда болады. Енді жаңағы ыстық сүтіміздің кішкене ғана бөлігін құйып, жақсылап тоқтаусыз араластырып отырамыз. Бізде бір келкі масса болғанға дейін үздіксіз осылай араластырып отырамыз. Және де қалған сүтімізді газымызге қойып қоямыз. Бізде осындай бір келкі масса пайда болғанда газдегі сүтіміздің үстінен құйып, үйіншігіміздің көмегімен тоқтаусыз араластырып отырамыз. Себебі сүт өте ыстық болғандықтан біздің жаңағы қоспамыздың құрамында жұмыртқа бар, пісіп кетпес үшін жылдам араластырып отырамыз. Және де бізде түйір болмау үшін де осылай креміміз піскенге қайнағанға дейін араластырып отыратын боламыз. Қараңыздар, бізде креміміз міне қоюлана бастады. Бір бұрқ етіп қайнаған кезде біздің креміміз дайын болды деген сөз. Осы уақытта сарымайымызды салып, жақсылап араластырып, отымызды өшіреміз. Дайын болған кремімізді бұл ыдыста қалдырмаймыз, басқа ыдысқа құйып, бетін пакетикпен ауа өтпейтіндей етіп, жақсылап жауып бекітіп шығамыз. Және де бөлме температурасында мұздатып алатын боламыз. Бұған шамамен 1-1,5 сағат уақыт кетеді. Енді кезекте корждарымызды жинайтын боламыз. Осылай мен кальцияға жинадым. Міне осы уақытта біздің креміміз де дайын болды. Кремімізді осылай кондитерлік насадкаға салып, барлығын құйып алдым. Насадка болмаған жағдайда жай ғана пакетті қолдансаңыздар да болады.
ендеше кальцийімізге ұнтақтарымыздың барлығын салып алып, кремдерімізді үстінен дәл осылай ақырындап құйып шығатын боламыз. Бұл тортқа кез келген өзіңіз қалаған кремді қолдансаңыздар болады. Мен осылай заварной кремді қолдандым. Тағы бір ескеретін жағдай, біздегі кальцийның диаметрі 18 диаметрлі. Егер де сізде тортыңыз үлкен болып шыққанын қаласаңыз, құрамындағы заттарды 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Ал толық рецепті мен астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Менде дәл осы ретпен 3 қатар тортым шықты. Осылай кезек-кезек кремімізді құйып, үстінен ұнтақтарымызды салып, осы ретпен торттарымызды жинап алатын боламыз. Міне біздің тортымыздың 3-ші қабаты. Барлығын біркелкі етіп, сеуіп аламыз және де бетіне кремдерімізді құйып шығамыз. Осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ сіздерге ұнап қалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Міне ұнтағымыздың барлығын салып бітірдік. Енді ақырындап кремдерімізді құйып аламыз. Кремімізді құйып болғаннан соң бетін осылай бір тегістеп шығатын боламыз. Дәл осы күйінде қалдырсаңыздар да болады, не болмаса түрлі жемістермен, не болмаса тәттілермен бетін сәндеп шықсаңыздар болады. Мен бетіне кішкене ғана шоколадты үгітіп сеуіп шықтым. Шоколадтарымызды сеуіп болғаннан соң тортымызды 2 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Сонда біздің кремдеріміз жаңағы ұнтағымызға өте әдемі сіңіп шығатын болады. Холодильниктен шығарған соң бетін осылай жеміс-жидектермен сәндеп алдым. Және де формамыздан ақырындап ажыратамыз. Ең бірінші пышағымыздың көмегімен жан-жағын босатып алатын боламыз. Пышағымызбен жан-жағының бәрін жақсылап босатып алдық. Енді формамызды ақырындап шешіп алатын боламыз. Міне достар, осымен біздің өте оңай жұп-жұмсақ тортымыз дайын. Қараңыздар, қандай нәзік, өте керемет болып шыққан. Ең бастысы бір жасағаннан-ақ шығады. Сіздерге видео рецепт пайдалы болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Және де менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписация басып, каналыма жазыла кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.